Саламатсыздар ма балалар, бүгін біз сіздермен математика 4-ші сынып 108-ші сабақты өтетін боламыз. Келесі видеоларды жоғалтып алмас үшін балалар алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайыздар. Яғни бүгінгі сабақта біз пайыздар туралы алған білімді және оның белгіленуін есеп шығарған кезде қолданатын боламыз. Енді балалар бірінші есепке қарайық. Ауа мен топырақтың негізгі ластану көздерін ата, мәліметтерді пайдаланып бағаналық диаграмма құр дейді. Енді балалар бізге топырақтың ластану негізгі көздері, ауаның негізгі ластану көздері деп екі мәлімет берілген екен. Осыған біз диаграмма құрайық. Ең бірінші ауаның ластануы. Ауаның ластануының бізде 15%-ын зиянды қалдықтар қамтиды екен. Ал көліктен шығатын әртүрлі түтін газдар олар 32%-ды құрайды. Ал келесі бізде топырақтың ластануы. Топырақтың ластануының 13%-ын тамақ қалдықтары қамтиды. Ал 15%-ын ауыр металл және кен өндіру 22%-ын құраса, әртүрлі пластик қалдықтар олар 40%-ды қамтиды екен. Келесі балалар бізде екінші есеп. Есепте дейді 5500 километрдің 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын, 1200 литрдің 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын және 900 граммның 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын. Енді 5500-дің 1%-ын табу үшін 5500-ді біз 100-ге бөліп, оны 1-ге көбейтеміз. 5500-ді 100-ге бөлсек 55 болады. 55-ді 1-ге көбейтсек 55 километр болады. Енді екінші 5500-дің 5%-ын табу үшін 5500-ді біз 100-ге бөлеміз және 5-ге көбейтеміз. Сонда бізде 55 шығады 100-ге бөлсек, 55-ті 5-ге көбейтсек 275 километр болады. Енді осы 5500 километрдің 15%-ын табу үшін оны 100-ге бөліп 15-ге көбейтеміз. Сонда 5500-ді 100-ге бөлсек 55, 55-ті 15-ге көбейтсек 825 километр болады. Келесі бізде 1200 литр. 1200 литрдің 1%-ын табу үшін 1200-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. 12 литр болады сол кезде. Екіншісінде 1200-ді 100-ге бөліп 5-ге көбейтеміз. 5%-ын табу үшін ол жерде бізде 12-ні 5-ге көбейтсек 60 литр болады. Және келесі бізде 15%-ын табуымыз керек. Осы 1200-дің ол үшін 1200-ді 100-ге бөліп 15-ге көбейтеміз. Сонда бізде 180 литр болады екен. Енді келесі бізде 900 граммның 1%-ын, 5%-ын, 15%-ын табуымыз керек. Бірінші 1% табу үшін 900-ді 100-ге бөліп 1-ге көбейтеміз. 900-ді 100-ге бөлсек 9, 9-ды 1-ге көбейтсек 9 грамм. Енді екіншісінде 900-ді 100-ге бөліп 5%-ын табу үшін 5-ге көбейтеміз. Сонда бізде 45 грамм болады екен. Келесінде 900-ді 100-ге бөліп 15-ге көбейтеміз. 15%-ын табу үшін сонда бізде 135 грамм болады екен. Бізде енді үшінші тапсырма. Экологиялық таза көкөністер өсіру экологиялық мәселелерді шешудің бір құралы. Әр қаптың массасы 1 центнердің қандай бөлігін құрайды? Пайыз түрінде жаз дейді. 48 килограмм, 35 килограмм, 25 килограмм, 28 килограмм және 19 килограмм деп бізге берілген. Осыларды пайыз түрінде жазуымыз керек. 1 центнерлі 100 килограмм бар. Яғни 100 килограмм дегеніміз сонда бұл жерде 100%-ға тең болады. Сонда 48 килограмм 1 центнердің 48%-ын құрайды. Ал 35 килограмм 1 центнердің 35%-ын құрайды. 25 килограмм 1 центнердің 25%-ын құрайды. 28 килограмм 1 центнердің 28%-ын құрайды. Ал 19 килограмм 1 центнердің 19%-ын құрайды екен. Енді балалар 4-ші есепті шығарайық. Екі салт атты бір уақытта А пунктінен бір бағытта жолға шықты. Біріншісі 24 км/сағат, ал екіншісі 29 км/сағат жылдамдықпен жүрді. 2 сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы қанша болады дейді. Яғни бізге В1, В2 берілген сағат уақыт. Енді біз S-ті табуымыз керек. Есептің шартын жазайық алдымен. В1 бізде 24 км/сағат. В2 29 км/сағатқа тең. Т2 сағат табу керек S. Енді шешуін табу үшін біз бірінші В қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін біз В2-ден, яғни В1-ді азайтамыз. Сонда В қашықтау тең 29-дан біз 24-ті азайтып тастаймыз. Сонда бізде 5 км/сағат шығады екен. Енді S-ті табу үшін бізде 2 сағат бар ғой. Сол 2 сағатқа осы В қашықтау жылдамдығын көбейтеді екенбіз. Сонда 2-ге 5-ті көбейтсек 10 км болады. Яғни 2 сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы 10 км болады. Келесі 5-ші есеп. Есепте және тексер дейді. Амалдарды орындауымыз керек, яғни. Ең біріншісі 23.796-дан 6.045.986-ны азайтамыз. Сонда бізде есептің жауабы 16.954.810 болады екен. Екіншісі 560.089.006-дан
976.098 азайтуымыз керек. Сонда бізде 559.112.908 шығады екен. Одан кейін 246.482-ні 982-ге бөлуіміз керек. Бөлген кезде 251 болады мәні. 4.160.511-ді 691-ге бөлсек 6.021 болады. Әрі қарай 640.584-ті 984-ге бөлуіміз керек. Сонда есептің жауабы 651 болады. Одан кейін 240-ты 6590-ға көбейтуіміз керек. Көбейткен кезде 1.581.600 шығады екен. Одан кейін 694.902-ні 2301-ге бөлген кезде 302 болады мәні. Және соңғысы бізде 1.556.451-ді 6201-ге бөлуіміз керек. Есептің жауабы бізде 251 болады. Келесі есепке қарайық балалар. Мамыр айында картоптың 1 килограммы 200 теңге болды. Маусым айында оның бағасы 30%-ға төмендеді. Мамыр мен маусым айларындағы баға бойынша 3 килограмм картоптың құнында қандай айырмашылық бар дейді. Алдымен есептің шартын құрайық. Мамыр айында 200 теңгеден, ал маусым айында белгісіз, бірақ осы мамыр айына қарағанда 30%-ға төмендеді. Мамыр айында 3 килограмм картоптың бағасы қанша, маусым айында 3 килограмм картоптың бағасы қанша, жеке-жеке табуымыз керек, және олардың арасындағы айырмашылық бағасы қанша екенін білуіміз керек. Сонда шешуін жазып, яғни есепті қарай шығарайық. Бірінші біз мамыр айындағы 3 килограмм картоптың бағасын табу үшін 200-ді біз 3-ке көбейтеміз. 3 килограмм басында 600 теңге болады. Яғни мамыр айында картоптың бағасы, яғни 3 килограмм картоптың бағасы 600 теңге болған. Енді бізде маусым айында 30%-ға төмендегенде қанша теңге болғанын табуымыз керек. Сонда біз 200-ді 100-ге бөлеміз, оны 3-ке көбейтеміз. Сонда 60 теңгеге төмендеген маусым айында картоптың бағасы. Енді маусым айында нақты картоптың бағасы қанша болған табу үшін осы бастапқы 200 теңгеден төмендеген 60 теңгені алып тастаймыз. Сонда маусым айында картоптың бағасы 140 теңге болған. Ал маусым айындағы 3 килограмм картоптың бағасын табу үшін 140-ты осы шыққан мәнді біз 3 килограмма көбейтеміз. Сонда 420 килограмм болады. Енді бізде маусым және мамыр айларындағы картоптың айырмашылығын табуымыз керек теңгесін. Ол үшін біз мамыр айында 600 теңге болды бізде картоптың бағасы, маусым айында 420 теңге болды. Сонда 600-ден 420-ны азайтсақ 180 теңге болады екен. Демек, мамыр мен маусым айларындағы баға бойынша 3 килограмм картоптың құнында 180 теңге айырмашылық бар екен. Есептің жауабы осылай болады. Келесі бізде 7-ші есепте алдыңғы тапсырмаға ұқсас есептер құрастыр дейді. Біз картоптың бұрынғы бағасы 500 теңге, жаңа бағасы белгісіз, бірақ 5%-ға қымбаттады деп алсақ болады. Сонда шешуін табу үшін ең бірінші біз бұрынғы бағадан жаңа баға 5%-ға қымбаттаған кезде қанша теңгеге қымбаттағанын табуымыз керек. Ол үшін біз 500-ді 100-ге бөліп, оны 5-ке көбейтеміз. 500-ді 100-ге бөлсек 5 болады, 5-ті 5-ке көбейтсек 25 теңге болады. Сонда жаңа баға, яғни 25 теңге қосылған. Онда 500-ге 25-ті қосамыз, 525 теңге, яғни бұл жаңа баға. Яғни есептің жауабы картоптың жаңа бағасы 525 теңге. Келесі бізде 8-ші есепті шығар. Тәжірибе учаскесінде тіктөртбұрыш пішінді жер учаскесінің бірінің ұзындығы 36 метр, ал ені 20 метр. Егер оның ұзындығы бірінші жер учаскесінің ұзындығынан 6 метр кем болса, онда ауданын дәл осындай екінші жер учаскесінің ені қанша болады дейді. Енді біз бұл жерде бірінші жер мен екінші жер болғандықтан бірінші А1 деп және А1 және Б1 деп аламыз. А1 бізде белгілі 36 метр, В1 бізде 20 метр, А2 белгісіз, бірақ бірінші жердің ұзындығынан 6 метрге кем дейді. Сонда В2-ні А2-ні табуымыз керек, ал бізде ауданы екеуінде ауданында тең екен. Сонда шешуі бірінші жер учаскесінің ауданын тауып аламыз. С тең А көбейтілген Б, яғни еніне ұзындығын көбейтеміз. Бізде ұзындығы 36 метрге тең, ал ені 20 метрге тең. Сонда 36-ны 20-ға көбейтсек 720 метр квадрат болады екен. Енді А2 бізде белгісіз, бірақ бірінші жерге қарағанда 6 метрге кем дейді. Ал бірінші жер бізде А1 36-ға тең. Демек 36 метрден 6 метрді алып тастаймыз, сонда бізде 30 метр шығады. Енді бізге А2 белгілі. Сонда В2-ні табу үшін С бөлінген А2 болады.
С бізде 720-ға тең, 720 метр квадратты біз 30 метрге бөледі екенбіз. Сонда мәні бізде 24 метр шығады. Яғни жауабы 24 метр болады екен. Әрі қарай 9-шы есеп. Арман құрастырылған есепті шығар дейді. Сейфте 1, 2 және 8 цифрларының көмегімен ашуға болады. Код 800-ден үлкен жұп сан. Осы кодты ата дейді. Енді біз бұл жерде сейфтің кодын табу үшін біз 1-ден басталатын немесе 2-ден басталатын санды қолдана алмаймыз. Себебі бұл жерде ол 800-ден үлкен жұп сан дейді. Біз 812 немесе 821 деп те алсақ болады, бірақ бізде 821 2-ге бөлінбейді, яғни бұл жұп санға жатпайды. Ал 812 2-ге бөлінеді, 406 болады. Демек ол жұп сан. Сонда есептің жауабы бізде 812 болады, және ол 800 саннан үлкен жұп сан. Яғни есептің осы сейфтің коды бізде 812. Әрі қарай бізде 10-шы есеп. Бізге теледидар және тоңазытқыштың бағалары берілген. 3% жеңілдікпен оны қанша теңге болғандығын және жаңа бағасының қанша теңге болғанын табуымыз керек. Алдымен теледидарды шығарайық. Теледидардың негізгі бағасы 96 000 теңге. 3% жеңілдікпен оның бағасы бізде табу үшін 96 000-ды 100-ге бөліп 3-ге көбейтеміз. Сонда ол 2880 теңге болады. Яғни жеңілдікпен бағасы осы. Жаңа бағаны табу үшін бастапқы бағадан жеңілдік бағасын азайтамыз. Сонда 96 000-нан 2880-ді азайтып тастасақ, 93120 шығады екен. Сонда теледидардың жаңа бағасы бізде 93120. Екінші бізде тоңазытқыш 123 000 теңге. 3% жеңілдікпен бағасы 123 000-ды 100-ге бөліп 3-ге көбейтеміз. Сонда бізде 3690 теңге болады екен. Бастапқы бағадан жеңілдік бағасын азайтамыз. Жаңа бағаны табу үшін сонда осы 123 000-нан 3690-ды азайтсақ, 119 310 теңге болады екен. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.